Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымыздың тақырыбы Ыбырай Алтынсариннің білім жолындағы уақыбы жайында болмақ. Алдымен тақырыпқа кіріспестен бұрын бүгінгі подкасттың қонақтарын таныстырып алсақ, бірінші оң жағымда Әбу Бәкір Сыддық медресе колледжінің арнайы пән ұстазы Әли ұстаз, екінші сол жағымда қалалық Ақмешіт мешітінің наиб имамы Нұрмұрат ұстаз келіп отыр. Енді алдымен осы Ыбырай Алтынсариннің білім жолындағы уақыбына тақырыбына кіріспестен, жалпы уақып деген не нәрсе, оның шариғаттағы орны қандай, және оның тілдік жалпы түсініктемесі қандай, сол жайында кірісіп кетсек, соны сөзді алғаш болатын осы Әли ұстазымызға берсек. Негізі ислам дінінде бізде уақыф деген түсінік бар. Негізі бұл кең түсінік. Бізде көбінесе осы нелер садақа уақыф дегенді негізі бір зат деп көреді. Негізі ол екі түрлі нәрсе. Негізіндегі уақыф деген нәрсе ол араб тіліне алғанда уақафа, яғни тоқтау, тосылу деген нәрселерді береді. Ал шариғаттағы мағынасы уақыф деген кез келген затты бір жерге беру, және сол заттан, сол нәрседен, сол нәрсе жоқ болып кеткенше Аллах ризалығы үшін берілген заттан ақыретке дейін сауап барып тұру үшін беріледі. Сол нәрсе жоқ болып кеткенше сол уақыт берген кісіге соның сауаптары барып тұрады. Әне бұл ислам дінінде, әсіресе біздің ханафи мазхабы бойынша бұл уақыт деген не мәндуб нәрсе, мұстахаб, мәндуб амал, не парыз, уәжіп емес. Бізге күніге жыл сайын беріп жатқан бізде зекет бар. Зекет деген бұл парыз, әрбір мұсылманға парыз зат. Ал уақыт деген бұл мәндуб амал. Яғни уақыттың арнайы бір уақыты жоқ, арнайы бір саны жоқ та, кім қалай береді, қанша береді, қай кезде береді, ол өз еркінде. Осы уақытты берген күннен бастап, ол кісіге Алла ризалығы үшін берген күннен бастап, ол кісіге Алланың сауаптары болып тұрады. Және біз ислам дініндегі бұл уақытты біз кең қылып қарауымыз керек. Әсіресе біздің қазақ елінде, қазақ жерінде де бұл уақыт туралы өте кең айтылған, кең тарихта болған. Соның біреуі біздің тақырыбымыз, иншалла бүгін Алла қалауымен айтайын деп тұрған тақырыбымыз осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың өзінен кейін уақыт қылып қалдыруы. Осы күнге дейін Алланың қалауымен ол кісіге қаншама сауаптар, нығметтер сол кісіге барып тұр. Әне бұл уақыттың алғашқы ислам дінінде бастау алғаны сахаба Омар ибн Хаттабтың кезінде ол кісі бір жері болады, соғыстан түскен, сол жерде уақыт қылып береді. Сол уақыт қылып берген соң Пәйғамбар айтады, мына осы жерде уақыт қылып бер, содан түскен ақшаны садақа қылып бер деп айтады. Яғни уақыт деген нәрсе ол сатылмайды, алынбайды, және кейінгі ұрпағыңызға қалмайды, балаңызға мүлік болып қалмайды. Осы сияқты біздегі пайғамбарымыздан кейін сахабалардың істері өте көп. Осман сахаба болсын, Абу Талха сахаба болсын, ол кісілердің уақыт қалдырғандары өте көп тарихта айтылып жатады. Осы Омар ибн Хаттабтың кейін, осы істен кейін бүкіл сахабалар айтады, сахаба айтады, осы Омар ибн Хаттаб осы жерді уақыт қылып бергеннен соң бүкіл сахаба өз жерлерін, өз істерін, кез келген заттарын уақыт қылып берді деп айтады. Ислам дініне алғашқы уақыт қылғаны осыны айтып жатады. Осыдан кейін исламда уақыт деген нәрсе бастау алды дейді. Жақсы, енді уақыттың тілдік шариғаттағы бастау алған мағынасын түсіндік. Жалпы енді жоғарыда Әли ұстаздың айтқандай түсінгеніміз уақыт дегеннің жалпы
қазақ даласында зекет, садақа, уақып барлығы бір түсінікте, жалпы садақа деп енгендігін байқадық. Жалпы уақыптың жаңағы уақыты белгілі бір мөлшері жоқ деп айтып кеткендей, пайғамбарымыз заманында Омардың алғашқы кезінен бастап уақыттың басталғандығын көрдік. Жалпы осыған сай енді қазақ даласында әрине өткен заманда байларымыз және үлкен ғалымдарымыздың барлығы осы уақыт жолында жұмыс істеген, оны арнайы уақыт деп атамаса да, негізгі істеген істердің барлығы осы уақыттың төңірегінде келеді. Мысал ретінде айтатын болсақ, жаңағы Құнанбай қажының салдырған мешіті, немесе жалпы қазіргі таңдағы бізде салынып жатқан мешіттер, салынып жатқан медреселер, жалпы жасалып жатқан қайырымдылықтар, көпірлер, немесе жаңағы мектептер, ауруханалардың барлығы арнайы бір адамның күшімен салынып жататын болса, оның барлығы осы уақыт жолына жұмсалатындығы, және сол заттың қашанға дейін ескіріп немесе тозып қалып уақытын тоқтатқанға дейінгі осының барлығы уақыт болып саналатындығын білдік. Енді жалпы осы тақырыпқа ойысатын болсақ, осы тақырыпта Ыбырай Алтынсариннің білім жолында уақып, жалпы Нұрмат Ұстадан сұрайтын болсақ, осы Ыбырай Алтынсарин білім жолында уақыбын жалпы не үшін ол кісі осы уақып еткендігін, және оны қалай уақып еткендігін, және қандай мақсатта, және оның қай уақытқа дейін жалғасқандығын айтып өтсеңіз, Нұрмат Ұстаз. Бисмилла. Енді ең әуелі Ыбырай Алтынсарин бабамыздың заманына көз жүгіртетін болсақ, ақылға келтірсек, ол кезде патша өкіметінің отарлау саясатының жүріп жатқан кезі, сол кезде патша өкіметі басқа түрік халықтарын күшпенен шоқындырды. Әрекет жасады шоқындыруға. Шоқындырумен түріктер көрмеді ғой. Күшпен шоқындырды. Кейбіреулері жаңағы қайтадан бас тартып, қайтадан ислам дініне өтіп кетіп жатты. Сосын күшпен шоқындыруға болмайды екен. Біз бұны жұмсақ күш арқылы жаңағы араларынан оқытып, сол оқығандарды тілмәш ретінде пайдалансақ, халықпенен біздің ортамызда көпір болса, сосын кейін жаңағы Инжилді, басқа да діни әдебиеттерді аударып сол халықтың тілінде түсіндірсек деген саясат ұстанып, қазақ даласында мектеп ашпақшы болады. Сол мектепке жаңағы Ыбырай Алтынсаринді, бабамызды пайдаланбақшы болады. Негізінен жаңағы болыс билердің қасында жүретін тілмәш, жаңағы домалақ арыздар жазатын патшалыққа, патшаның халықтың ішіндегі жағдайларды айтып тұратын осындай адамдар дайындау ниетінде қазақ даласында мектеп ашпақшы болады. Ал Ыбырай Алтынсарин бабамыздың мақсаты халқымыздың дінін сақтау, сауатын ашу, өнер білімді үйрету, және де кәсіптік деңгейде мамандық бағдар беретін мектептер ашу, жалпысы халықты ағарту болады ниеті. Басқа кезінде Ыбырай Алтынсариннің ниетін олар білмейді. 1860 жылы алғашқы мектепті ашуға патша жарлық шығарады, бірақ мектепті ашуға асықпайды. Сосын Ыбырай Алтынсарин бабамыз Қостанайдан Торғайға барып, нағашы жұртына, сол жерде халықты аралап жаңағы мектеп ашатын қаражат жинайды. Бұл алғашқы ашқан мектебінің көп қаражаты Ыбырай Алтынсариннің өзінен, сонан кейін нағашы жұртынан, жалпы халықтан жинайды. Бұл жерде біздің көретініміз уақытты жалғыз кісі ғана оқып етпейді. Бірлескен түрде атқаруға болатындығын көреміз. Әркім өзін алады дейсіз ғой. Иә. Енді жаңа мақсатын сұрап жатсыз. Негізгі мақсаты сол: халықты ағарту, халықтың дінін сақтап қалу. Осы мақсатта
1864 жылы алғаш 14 баламенен жаңағы мектепті ашады. Иә. Сол кезде Ибрайым Алтынсарин бабамыз мектепті европалық үлгіде қазақы нақышта 10 бөлмелі мектеп салдырады. Мектептің ағашын Аманқарағай, Торғайға 500 километр шамасында, 500 шақырым шамасында. Аманқарағайдан сол кезде өгіз арба түйелерменен тасып, жалпы халық жұмылады. Тек қана Ибрай ғана емес, жаңа азаматтар жаңа ағашты жеткізуге, мектепті тұрғызуға, жаңа жомарт адамдар, бай адамдар жаңа мал дүниесінен қаражат бөліп осындай мектеп салады. Бұл мектеп сол кездегі мектептерден айырмашылығы кешенді. Сол кезде енді медреселер болды қазақ жерінде. Татарша оқытатын, жаңағы дін оқитын жастар, жаңа мұсылмандар дінді татар тілі арқылы үйренетін болған. Жақсы түсінбейтін де болған. Не айтып жатқанын. Сондықтан осы мектеп ашылған кезде кешенді мектеп деп отырғаным, ішінде 2 бөлмесі мұғалім тұруға арналған. Сосын балалардың тұратын жатақханасы бар. Шеберханасы бар. Шеберханада жаңағы ұсталық, ағаш шебері алдырып, балаларға сол шәкірттерге ұсталықты, ағаш шеберін баулайды. Кейін келе 79-дан 89 жылдар аралығында Ибрай Алтынсарин жалпы қазақ даласында мектептердің инспекторы болып патша үкімет тарапынан тағайындалады. Яғни мектептер жүргізетін. Сол 10 жыл орталығында ол кісі 17 мектеп ашады. Тек бір мектеппен тұрмайды. Жетілмейді. Сол 17 мектепте Европадан тігін машинесін әкеліп, тігін тігуді үйретеді қыз балаларға. Қыздар училищесін ашады. Ұлдарға жаңағы ағаш шебер сияқты қазақтың қол өнерін үйрететін түрлі ұстаздарды әкеледі. Тоқыма тоқу, кілем алаша тоқу, осыларды қамтиды. Сосын қазақ тілінде хрестоматия жазып шығады, білесіздер, баршаңыз білесіздер. Яғни қазақтың баласы өз тілінде оқысын деген ниетпенен. Кейін жаңағы Інжіл басқа кітаптарды көп таратып жатқан кезде мұсылманшылық тұтқасын жасады. Хрестоматияның 2-ші томында ол кісі жаратылыстану, алгебра, сондай заманауи білімдер, қазір зайырлы білімдерді үйретпекші, сондай кітап жазбақшы болады. Бірақ оны тоқтатып қойып, мұсылманшылық тұтқасы деген кітапты жазып шығыр. Демек, балаларға діни илім үйретеді. Сосын Ибрай Алтынсарин бабамыз сабақ берген кезде ғұсыл дәретін алып сабақ беретін болған. Жаңағы сабақ беретін мұғалімнің жүрегі, тәні, жаны, киімі таза болу керек деген қағидаты болған. Енді мақсаты негізгі шоқындырудан аман алып қалу. Қазақтың дінін, тілін сақтап қалу. Енді мақсаты жалпы жаңа өзің айтқандай шоқындырудан жалпы және тағы да ниеті оған қоса отырып қазақ балаларының сауатын көтеру. Өйткені білім бар жерде жалпы адасушылықтан, басқа елдің мәдениетінен, басқа елдің таңсық дүниелерінен қорғайтындық заңдылық. Жалпы білім ол кез келген саланың негізгі жемісі, негізгі қағидаты. Енді жаңа өзіңіз жоғарыда айтқандай, жалпы сөздің ортасында жалпы Ибрай Алтынсарин жаңа Аманқарағайдан мешіт салуға, медресе салуға, мектеп медресе салуға тасыды дедіңіз. Сол кезде жаңа әртүрлі өгіздермен, біреу жаңағы
арбасымен, біреу күшпен, жұмысшылармен көмектесті. Соған қарағанда Ыбырай Алтынсарин жаңағы қаржының көп бөлігін өзі және нағашы жұртынан, жалпы халықтан жинады дедіңіз ғой. Бұл жерде тек қана уақып істеу деген тек қана қаржы бөлу еместігін, оның жаңағы күштер, яғни ол жерде біреу өгізімен көмектесіп жатыр, біреу өзінің қара күшімен көмектесіп жатыр, біреу уақытымен көмектесіп жатыр деген. Жалпы уақып жасау дегеніміз тек қана қаржылық тұрғыдан емес, жалпы әртүрлі жағдаймен көмектесетіндігін білеміз. Өйткені бір оқиға бар ғой, шариғатымызды байланыстыратын болсақ, бір елде бір мешіт салынып, бір патша мешіт салып, ол мешітті ешқандай жерден көмек алмаңдар, ешқандай жерден жәрдем алмаңдар, бұл мешітті өзім салам, және бұл мешіттің сауабын толығымен өзім алам деген бір ниет етіп, жұмысшыларына қатаң түрде ескертетіндігін білеміз. Сол кезде сол мешіттің жанында тұрған бір көрші қария, әже, сол жердің жұмысшыларына күнделікті өзінің ешкісінен қалған сүтті апарып, жұмысшыларындығын сусындандырғандығын білеміз. Патша түс көріп, түсінде бір кемпір оның мешіттің сауабына таласып жатқандығын, сол кезде таңертең тұрып жұмысшыларына барып, сендер кімнен жәрдем алдыңдар дегенде, жұмысшылар біз ешкімнен жәрдем алған жоқпыз, тек қана жерде бір кемпір өзінің бізге сүт әкеп, сүтін берді деген уақытта патша сол кезде түсінгендігін білеміз. Соған қарағанда уақып деген тек қана қаржы жұмсау емес, оның айналасына көмектескен барлығы сол уақыпқа үлескер, өз деңгейінде үлескер болатындығын білеміз. Сондан жалпы қазақ даласындағы әртүрлі мешіттер салынып жатады, бізде жинала садақа, бір бай кәсіпкер өзінің толық қаражатымен бір мешітті толық салып шығатын болса, бір адамдар халықтан көмек сұрау арқылы, ауылдан көмек сұрау арқылы бір адам 50% құраса, бір адам 10%, 20%, біреуде тіпті күшімен көмектесіп жатады. Сонда осы Ыбырай Алтынсариннің уақыбында байқағанымыздай, тек қана ол кісінің өзі ғана салмағандығын, оның айналасында қаншама адамды болып, сол мектепке үлес қосқандығын. Енді осы Ыбырай Алтынсарин айтқаныңыздай, қыздарға тігін үйренуді, ұлдарға ағаш пен ұсталықты үйретті деңіздер. Жалпы осы жолдың жалпы білім жолында көмектесу жайында, білім жолында осындай адамдар шығару, ол жалпы уақытқа жата ма осы мәселе? Соны Әли Ұстаздан сұрасақ, адамға білім беру және бір адамға бір кәсіп үйрету осы уақытқа жата ма, соны бір айтып өтсеңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады хадисінде, бір кісі, кез келген кісі мына өмірден өткен кезде бүкіл амал тоқтайды. Тек қана 3 амал ғана қалады. Біреуі осы садақа жария, садақа жария, жария тоқтамайтын садақа. Осыған ғалым айтады, осыны пайғамбарымыз уақытты айтқысы келді. Уақыт дейді осы. Яғни сіздің өмірден өткеннен соң да сіздің артыңыздан тоқтамайтын осы садақалар, осы Алтынсаринда тәрбиелеген кезде осы қалам, әрбір колледж болсын, медресе болсын, сол жерге қалам, ручка, дәптер, кітапханалар ісіп кетеді да. Солардан сабақ алған, білім алған үлкен ғалымдар, шәкірттер шығады. Міне солардың кім оқиды, кім сабақ алады, соның бүкіл сабағы сол уақытқа кісіге барып тұрады. Яғни уақыт тек қана емес, мал мүлік емес, басқа заттарда да уақыт болады. Іс адамның ісі, сол ісі арқылы сол кісіге сауап, өмірден өтіп кетсе де сауап тоқтамайды, сауабы үзілмейді, сауап сол кісіге барып тұрады. Бізде осы 80 жылдар қайтыс болған біздің атамыз Бауыржан Момышұлы атамызды өзіндегі үйді, үкімет берген үйді алып, өзіне бір соғыста қайтыс болған, ұлы қайтыс болған бір кейуанаға сыйға берген, уақып қылып берді. Иншалла осы сол үйде кім тұрып жатыр, қалай тұрып жатыр, соның барлығы істеген сауаптардың барлығы сол кісінің артынан барып тұрады. Бұл иншалла сіздерге және уақыт берген кісілерге өте үлкен пайда еді ақыретте. Мына дүниеде бір мал мүлік қолыңыздан кеткен болуы мүмкін, бірақ ертең иншалла ақыретте бұл өте үлкен мол сауап болады деп үміттенеміз иншалла. Жаңа Әли Ұстаз айтқандай, пайғамбарымыздың жоғарыда хадисін айтты ғой, садақатун жариятун деген амал үзілмейтін 3 садақа бар деді. Соның бірі садақатун жариятун,
амал үзілмейтін садақа. Сол хадистің жалғасында өзіңіз жалғасында келгендей, ол білім және ізгі ұрпақ деген мәселе бар. Жалпы уақыт мәселесіне келгенде сол білімде де осы садақа амал үзілмейтін, марқұм өлгеннен кейін артынан сауап барып тұратын дүние дегеніміз осы біреуге білім үйретіп кетсеңіз, бір таяқты әлифті үйретіп кетсеңіз, ол үлкен уақыттың нағыз көкесі екендігін байқауға болмас. Сондықтан Ыбырай Алтынсарин бабамыз осы мәселеде қазақтың балаларына біреуге ұсталықты үйретті, біреуге шеберлікті үйретті, біреуге тігінді үйретті, және біреуге әліппені үйретті, білім үйретті. Осының барлығы иншалла осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың бастап кеткен ісі, соның нәтижесімен ары қарай жалғасқан. Содан сол кездегі адамдардан білім алып, сол кезден үйренген осы күнге дейін жалғасып отыратын болса, әрине Ыбырай Алтынсариніміздің атамыздың артынан әрине ол барлығы уақып сауап болып есептеледі. Және де осы хадистің жалғасында бітіре салатын болсақ, ізгі ұрпақ деді, ізгі ұрпақ. Жалпы кейбір ғалымдарымыз айтқан, сол уақыптың ең жақсысы ол үйлену дегенде болғанда, ол үйлену деген. Үйленудің негізгі мақсаты ізгі ұрпақ қалдыру ғой, ізгі ұрпақ қалдыру. Сондықтан сол ізгі ұрпақтың өзі осы уақыттың несінде ауқымында қамтиды. Енді Ыбырай Алтынсарин атамыз осы Торғай облысы, бұрынғы Торғай облысы, енді қазір Қостанай облысы болып есептеледі. Торғай жеке облыс болды енді. Сол Торғайдан ашылған мектептен басқа өзге уақып жасаған жерлері немесе уақып жасаған уақыттары болды ма осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың? Сол кезде уездер болды, 4 уезде. Ақтөбеде, Оралда, Ырғыз қыздар училищесі болды. Сол 17 мектеп болды 10 жылдың ішінде. Кейінде көптеген мектептер ашылды. Осы Ыбырай Алтынсарин бабамыздың салған моделі дейміз бе? Үлгісі бойынша. Енді Ыбырай Алтынсарин бабамыз өзінің 500 гектар жерін медресеге уақып еткен, былай дүние жағынан. Медресенің жері болсын деп. 500 гектардың үлкен жер ғой енді. Сосын өлер алдында өзінің үйін Торғайдағы Торғай кәсіптік училищесі ма? Сол Торғайдағы бір училищеге соның атына берген. Атына тіркетіп берген. Сосын Тройскіде бір мешітте башқұрт татар балалар оқиды екен. Сол Тройскіге барғанда қазақтың да балаларын оқытыңыз деп жатақхана салып беріп, кейін қаражаттарменен қамтамасыз етіп тұрған. Сонда Ыбырай Алтынсарин бабамыздың негізгі мақсаты, негізгі миссиясы қазақтың көзін ашу, өркениетті ел қатарына қосу. Сол енді Ыбырай Алтынсариннің жаңағы ашқан мектептерінен Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, сосын Әлихан Бөкейхан, сол мектептердің түлектері. Жаңағы алаш танушылар қазір. Алаш танушылар айтады, алаш азаматтары білімді болған, деп, полиглот болған, 5-6 тілді білген. Сол кезде мысалы педагогикаға байланысты кітап жазып салған, психологияға байланысты кітап жазып салған. Оның бастауы Ыбырай атамыздың салған мектептерінің жемісі. Ол тек қана қазақ халқына емес, сол мектеп түркі халықтарына кейіннен үлгі болды сауат ашуда. Тіпті 1940 жылы Монғолияда алғаш қазақ мектеп ашылғанда осы Ыбырай Алтынсариннің хрестоматиясымен оқытқан екен. Шинжаңдағы қазақтар да алғаш жаңа балаларына сауат аштырған кезде осы хрестоматияны пайдаланған екен. Сондықтан жаңа бабамыз тек қана бір облыспен, бір уезбен шектеліп қалмай, қазақ халқын ағартқан.
соның нәтижесінде Алаш ордасы пайда болды. Кейін мына қазақтың жерін, қаншама Ұлан Байтақ жерін жаңағы қорғап қалған азаматтар осы Ыбырай Алтынсарин мектебінің түлектері еді. Яғни қазіргі біздің еліміздің дамуы, тәуелсіз болып қалуы, бұған тікелей үлесі бар. Қияметке дейін жалғасатын үлкен сауапты істеп кетті. және де көрсетіп кеткен. Өзі істеп көрсетіп кеткен. Ол кісі енді жаңағы айтқандай тек қана уақытты жаңағы қаржылық тұрғыдан емес, білім тұрғысынан да бергендігін көреміз. Мүмкіндігі болғанда жаңағы қаржылай Тройскіде балаларға көмектескендігі қаржылай ғой енді ол. Ал негізгі үйін бергендігі ол бәрі енді қаржылай болса, ал негізгі бағыт бағдары қазақтың балаларының сауатын ашып, жалпы білім тұрғыдан уақып еткендігін байқаймыз. Жаңа өзіңіз айтқандай, ол белгілі бір облыспен ғана шектелмей, қалғанда облыстарды қамтып, және керек болса, жаңа шет мемлекеттердің, Моңғолия, Қытай сияқты мемлекеттердің алғашқы қазақ мектеп ашылған уақытта негізгі оқу құралы осы Ыбырай Алтынсариннің стилінде хрестоматиясы болғандығын білдік. Жаңа шет мемлекеттерге мен қоса уақып білімін ол кісінің тарағандығын білеміз. Тіпті қазіргі таңдағы тәуелсіз Қазақстан болып қалуы, және қазіргі таңдағы осы біздің жалпы білім саласында ол кісінің тікелей қолтаңбасы жатқандығын білеміз. Керек болса бізде де мысалы жаңа алғаш мектеп ашты деп айтамыз ғой. Ол кісінің жаңа уақып жолында енді ниеті тікелей уақып болғанмен, енді сауабы, уақыптың сауабы барлығы. Енді қазір бізде бұрыннан ашылып кеткен атақты мектептеріміз бар. Ол жаңағы қазір БИЛ деп айтамыз. Білім инновациялық мектептері, лицейлері және Назарбаев зияткерлік мектептері деп айтамыз ғой. Ол кісілердің одан шыққан қаншама тұлғалар бар, қаншама жақсы студенттер бар, қаншама жақсы оқушылар бар. Қазір елімізге, жерімізге, әлемге жалпы қызмет қылып жүрген. Сондай-ақ жаңағы сол байланыстыратын болсақ, алаш зиялылары жаңағы БИЛ-дан немесе жаңа ништан деп айтамыз қысқартқанда. БИЛ-дан ништан қаншама түлектер шығып қазіргі заманауи әлемде қызмет қылып жүрген болса, Ыбырай Алтынсариннің жаңағы БИЛ-нан ништан шыққан жаңағы Әлихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев сияқты ұлы тұлғалар, алаш зиялылары қазақтың даласына қызмет қылып, жаңағы қазақтың сауатын ашқандығын көрдік. Жалпы енді жаңағы осының барлығы айтылған уақытта енді біз енді діни подкаст болғандығын дінмен байланыстырамыз ғой барлығын. Әли ұстаз айтып отқандай, хадисте осы Ыбырай Алтынсарин осы малымен де, жанымен де, біліммен де, жаңа ұрпағымен де осы уақып жасағандығын пайғамбарымыздың жаңағы жоғарыда айтып кеткен хадисіне сай келе ме осы кісінің дүниесі? Сол пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан сияқты, бір кісі өмірден өтсе, бүкіл амалы тоқтайды, тек қана осы 3 амал ғана жалғасады. Садақа жария, жалғасын тапқан садақа, осы уақытқа берген, яғни білімнің сол білім содан келесі күні пайда болса, сол кісіге сауаптар барып тұрады. Үшіншісі салихалы ұрпақ. Сіз салихалы ұрпақ қалсаңыз, сізге дұға тұратын, арқаңыздан бата Құран оқып тұратын ұрпақ қалса, сосын сауап бізге негізі барып тұрады. Аз Ыбырай Алтынсарин атамыздың ойлап қарасақ, осы хадисте келген 3 еді ол кісіде табылып тұр. Осыған ол кісі амал қылып кеткен. Әне білімді таратып, кез келген жақтарын өзі алғаш мектеп ашқан кезде бір Аллаға сеніп келіп балалар оқылық келіңдер, кел мектеп. Одан алдын, яғни бізде медресе деген сияқты басқалар болса, Ыбырай Алтынсарин атамыздан кейін осы білім мектепке өтіп, яғни білім алу, білім беру деген сияқты деңгейгеміз. Қазір мысалы Аллаға шүкір, сол кісінің арқасында бүкіл қазақ жері, қазақ елі барлығы сол білім біледі, оқуды, жазуды бәрі біледі. Бізде почти шамамен жоқ білімсіздік деген қоса алмайтын, жаза алмайтын адам жоқ. Барлығы қоса алады, жаза алатын келдік деңгейде келдік. Осы кісілердің шын ниеті, ықыласымен істеп кеткен амалдары болса керек. Алла соны қабыл еткен,
болса керек иншалла солай ойлаймыз. Тарихта олар несі көп, біздің оңтүстік Қазақстаннан шыққан Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі бар, ол кісінде сол Ақсақ Темір, Әмір Темір соны арнайы салдырып, соны уақып қылып белгілеп кеткен да. Уақып деген нәрсе соны уақыпқа кім берді, сол қандай ниетпен берді, солай болады да ол. Сол араға солай жол салады. Уақып берген кісінің мешіт болсын, мешіттің жері болсын, мешітке кіретін кілемдер барлықтары, кітаптардың барлығы сол уақыпқа кіреді. Сол қазіргі мысалы әлі күнге дейін ашық сол Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі сол кісіде бар. Әмір Темір сол кісі ашып уақыпқа алаңызға үшін деп беріп кеткен да. Уақыпқа. Ол қазір таңда үлкен жәдігер болып, Қазақ даласына өз қызметін атқарып жатыр дейсіз ғой қазір, иә. Өте көп пайдасын тигізіп жатыр. Жақсы. Енді жаңағы Нұрмақсатқа мынадай сұрақ қойсам, жалпы Ыбырай Алтынсариннің осы білім жолындағы уақыбының негізгі мақсаты не болған? Және де осы Ыбырай Алтынсариннің осы жұмсаған жаңағы жоғарыда айтқандай алғашқы жаңағы медресе колледж деп айтамыз енді. Сонысының сол салып кеткен мектебі немесе басқа да уақып жасаған мектептерінің қазіргі таңда ол орындар бар ма? Қазіргі таңда олар қандай рөл атқарып жатыр? Қандай қызмет атқарып жатыр? Егер бар болатын болса, ал жоқ болатын болса, қай кезден бастап ол жұмысын тоқтатты? Және қазіргі таңда олардың орнында қандай дүниелер бар деген сұрақ болып тұр енді. Бізге қызық қой бұл мәселе. Жалпысы Ыбырай Алтынсарин бабамыздың мақсаты ұлы мақсат болған. Ұлы мақсат өз айтады, Құдай маған күш қуат берсе, халқым үшін қызмет қылам дейді. Тағы да маған бір 5 жыл берсе дейді. Тағы да хаттарында жазады. Яғни Алладан 5 жыл сұрайды, кейін 5 жыл өмір сүреді. Сол жазғаннан кейін. Яғни мақсат тұрғысынан адамдарды біз 3 топқа бөліп қарап көрейікші, 3 топқа бөліп. Бір адамдар бар, мақсаты жоқ. Не үшін келгенін, не үшін жүргенін, не үшін өмір сүретінін білмейді, мақсатсыз адамдар. Екінші адамдар бар, олар өзіне ғана мақсат қояды. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Бірақ Абай айтады, өзің үшін қызмет қылсаң, оттаған хайуанның бір боласың дейді. Яғни анау жайылып жүрген хайуан сияқты, шөп жеп жүрген, өз тамағын тауып, соның бір боласың дейді. Кейбір адамдар өзіне мақсат қояды, мектепті жақсы оқысам, жақсы оқиды, дипломын алады. Онан кейін басыма бір үй болса дейді, мақсаты, арманы. Үйін алады. Соны үйден кейін бір жақсы көлігім болса, көлігін алады. Сосын бала шағамды өсірсем дейді. Осындай мақсат. Бұл мақсатсыз адамнан қарағанда болады. Өйткені көпшілік адам осы мақсатта дейсіз ғой. Осы мақсатта. Ал енді Ыбырай Алтынсарин сияқты жаңағы алаш зиялыларының қойған мақсаттары, олар ұлт мақсаты. Олардың қамдары ұлт қам еді. Олар ұлт үшін, халық үшін құрбан болып кетті. Осы еліміздің тәуелсіздік үшін, біреуге бодан болмау үшін қызмет жасады. Ыбырай Алтынсариннің қазіргі атында мектептер бар. Атында мектеп, біздің Павлодар облысында бар ғой енді анау гимназия Ыбырай Алтынсарин атындағы, біз анау Химгородок деп айтамыз, Хим қалашығында. Ол кісінің атында мектеп бар. Дәл қазір ол кісінің өзі салған мектебінің жұмыстап тұрғанын білмеймін негізі. Дерек аз. Қазір музей ретінде сақталғандары бар, музей ретінде. Бірақ оған да жөндеулердің керек екендігі, сол кездегі уақыпқа тағы да бір адамдар уақып жасау керек екендігі. Уақыпқа уақып керек десеңіз. Уақып керек, яғни оған да қамқорлық керек. Ол мұра ол. Біздің ұрпақтарымыз оны көріп өнеге алуы, ғибрат алуы, бабамызға ұқсап жаңағы ұлы мақсаттар қоюы үшін керек та ол. Енді білім тұрғысынан білімді үйретуші болу,
жаңағы Ибрай Алтынсарин бабамыз сияқты білімді үйретуші болу, немесе оны үйренуші болу, шәкірт болу. Үйретуші, үйренуші. Бұл екеуі де сауапты амалдар. Үшіншісі, бұл екеуіне көмектесуші болу. Яғни өзің үйренбедің, балаңды, немереңді оқытпадың, сабақта бермейсің, үйретпейсің. Онда қаражатыңменен көмектес. Ол да сауапты амал. Бұл үшеу білімді үйретуші, үйренуші, оған көмектесуші көптеген сауапты амалдарға ие болады. Біз енді діни тұрғыдан айтқанда өлгенде алып кететініміз ақырет қана ғой. Анау ковид жылдарда кейбір адамдар ақыретсіз де кетіп қалды. Яғни кейбір адамдарды жерлейтін адам табылмай қалды сол жылдарда. Сондықтан біздің алып кететініміз ақыретіміз ғана, жаңағы кебін. Сондықтан жинаған дүниемізді, мүлкімізді тек өзіміз ғана пайдаланбай, халқымыз үшін беретін болсақ, ұрпақ үшін беретін болсақ, онда тоқтамайтын сауаптар біздің артымыздан барып тұрады. Ал жаңағы білімге үйретуші, үйренуші, көмектесуші едік. Төртіншісі болмау керек екен да. Не білімді алмайсыз, не үйретпейсіз, не оған көмектеспейсіз. Білімге түк қатысы жоқ адамсыз дедің. Иә, ақшаны жинай бердік, дүниені жинай бердік. Дүниеден без деген сөз емес. Жалпысы кәсіпкерлер, халықты дамытатын, халықтың руханиятын оятатын кәсіпкерлер. Мынау біздің Аққулы ауданы, Чарбақ тауында бір кәсіпкер мешітке үлкен асхана салып берді. Мешітте жаңағы жабдықтар, сондай қызметтер жүрілу үшін. Бұл үлкен сауапты амал. Тек өз үшін емес, жаңағы халық үшін жасап отыр. Мынау Семей облысында бір кәсіпкер ауылға жылда бір нысан салады екен. Мысалы, енді балабақшаны жоспарлап отыр. Мешіт сап берген, жаңағы спорт орталығын сап берген. Осындай жылда бір өзі туыстары да тұрмайды екен. Өзі де ол ауылдан көшіп кеткен тұрмайды екен. Мен өткенде көріп қалдым әлеуметтік желіден. Жылда бір нысанды жаңағы халықпен бірігіп істейді екен. Ол материалына келеді, қаражаттың керекті заттарына келеді, асарлатып халықтың, ауылдың тұрғындары өздері тұрғызып, бір ауылды көркейтіп отырған азаматтар бар. Сондықтан бұл уақып ісі қазақ барда тоқтамайды. Яғни біздің қазақ астындағы атын түс беретін жомарт халық. Негізінен көңілі түсетін болса, пейілі түсетін болса, барын бөліп беретін, қонақ жай, өзі ішпей өзгеге беретін халық. Бір ашаршылық жылдарында бір 5-6 баласы бар үйде бір шешен, басқа ұлттың баласы бар екен. Сосын жаңағы бір баласының киімін алып, анаған жапқан ғой әкесі. Басқа ұлттың баласының ашаршылық жылдарда келді ғой анау елімізге. Сол кезде сен өз балаңның үстінде киімді алып, оған жапқаның қалай деп анасы сөйткен кезде, бұл жалғыз ғой, бұның ұрпағы қалсын, бұның нәсілі қалсын, біздікі 5-6 ғой деген екен да. Сонда өзінің баласынан өзгенің, тіпті басқа ұлттың баласын артық көрген біздің халық, жалпысы осы уақып жайлы, адамға көмектесу жайлы кеңінен түсіндірсек, кеңінен насихаттайтын болсақ, жақсы нәтижесін береді деп ойлаймын. Енді жалпы түсінікті болу үшін көрермендерге, жалпы бізде қазақта жалпы уақып деген сөздің өзі кең тарамаса да, қолданыста жоқ болса да, енді жалпы айтып жатырмыз ғой уақып деген сөзді. Жалпы уақып деген сөздің өзі жоқ болса да, жалпы уақыптың мән-мағынасы осы уақыптың айналасына келетін іс-әрекеттердің барлығы осы уақыпқа саяды. Мешіт салу, медресе салу, көпір салу, біреуге білім үйрету, біреуге ғылым үйрету, біреуге бір кәсіп үйрету, немесе біреуге бір қандай да бір шеберлік үйретудің барлығы осы уақыптың айналасына жатады. Сондықтан жаңа барлығын неге уақыпқа келіп тіреп жатыр десеңіздер, осы негізгі барлығы уақыптың қағидаттарына сай келеді. Енді бұл подкастымызды
қорытындылайтын болсақ, алдымен Әли ұстаз жалпы уақып жайында өзіңіздің қандай ойыңыз, қандай да түсінігіңізді айтып өтсеңіз, сосын екінші Нұрмат ұстазға беріп подкастымызды аяқтасақ. Біздегі ең басты осыны ары қарай іспен істеу. Бізде көбінесе іске келген кезде тоқтап қаламыз ғой. Сөзбен мейлі енді. Іспен ары қарай жалғастыру, іспен уақып қалу. Біз еш нәрсені бұл өмірден алып кете алмаймыз. Бәрі артымыздан сол қалады. Сол енді біздің артымыздан қалған соң бұл үстінде уақыт бір нәрсе қалу керек та, бізге ақыретте сауап барып тұратын. Сол үшін бұл уақыт бітпейтін қазына дейді. Бітпейді бұл қазына сияқты. Нұрия Алтынсариннің айтқан атамыз осы кісі өмірден өтсе де, әлі күнге дейін иншалла Алла қалап бұл кісіге қаншама сауаптар негізі барып тұр. Бұл уақыттың садақадан немесе басқа зекеттен айырмашылығы бар. Бұл өзі бөлек ислам дінінде фиқ деген сабақтар арнайы кітабыл уақытқа арнайы тоқталады, арнайы айтылады. Садақа басқа туралы айтылады, анасынан бөлек. Сосын бұны ғалымдар пайғамбарымыздың кезінде сахабалардың істерімен алып, осылай Құран кәрімнен шығарған Құран кәрім айтады: «Я аyyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum». Иман келтіргендер, сендерге қолдарымен тапқан рызық несібеден жұмсаңдар, беріңдер, сарп етіңдер. Сіз өзіңіз еңбек малды термен тапқан болсаңыз да, соны алып, сол сізге Алла берді шүкіршілік нығмет ретінде басқа бір кісіге берсеңіз, ол үлкен сауап болады. Негізі екеуінде оны Алла негізіге мал дүниені Алла сізге беріп тұр, сізді Алла жоқтан бар қылып тұр. Жақсы. Мал дүние берді, соны басқаға берсеңіз, иншалла сізді мол сауапқа аласыз. Ал Нұрмат ұстаз өзіңіз бір түйіндей жіберсеңіз. Оқып жаңағы халықтың игілігі үшін жұмсалатын іс. Жаңа қаржы болсын, білім болсын, бұл өзіңнің туған халқыңның игілігі үшін жұмсалады, сауабын Алла беретін іс. Жақсы. Қазір бізде мынау нелер шығып жатыр ғой, бір пәтер үйлерді сыйға беріп жатыр ғой. Бұл тек бір кісіге ғана берілетін пәтерлер сондай жобалар бар ғой. Елөс пәтерге, елөс пәтерге сияқты. Солай уақытқа үй беруге болады, мысалы. Көлік беруге болады. Ол бір кісінің иелігінде қалмайды. Мәселені мешітке берді ма, бір мектепке берді ма, ол мектептің үйі болып қалады. Қызметтік көлік, қызметтік пәтер десеңізші. Сондай болып тұрады. Ол адам шыққан кезде келесі адам келіп жұмыс істейді деген сөз. Мысалы, басқа өңірлерден діни маман тартып келген кезде жаңағы сол адам сол үйде пайдалануына, отыруына, қайтып кеткен кезде келесі келген кісі отыруына. Бұл жаққа келіп ол жаңағы айлығына қарай ма, жоқ үйінің пәтер ақысын төлей ма, проблема болады келу үшін. Сондықтан мешіттердің, әсіресе қалалық мешіттердің қастарынан осындай үйлер берсе, және де жерлер, сахабалар жерлерден бастады. Егістік жерлерді уақып алып, одан түскен пайдаменен жаңағы мешіт медреселерді көркейтсе, соған жұмсаса. Әли ұстаз және Нұрмат ұстаз, сіздерге Алла разы болсын. Шамамыз жеткенге дейін, біліміміздің жеткен жеріне дейін, тіліміздің айтқанына дейін, өзіміздің білетінімізді осында айттық. Қате кемшіліктер болса, Аллах тағала кешірсін. Енді жалпы бүгінгі тақырып Ыбырай Алтынсаринның білім жолын уақы жайында болды. Жалпы түйіндейтін сөзді түйіндейтін болсақ, ол кісі білім жолына тек қана өзінің дүниесімен емес, ғылымымен, ұрпағымен, жалпы өзінің ерік жігерімен, барлық күш қуатымен уақып еткендігін көрдік. Негізгі мақсаты, ниеті қазақ халқының сауатын ашу, көзін ашу, қазақты үлкен елді дамыған, отарлы
одан мемлекеттен тәуелсіз мемлекетке айландыру мақсатында ниет еткендігін аңғардық. Және де келесі ұрпаққа бізге өзінің жаңағы ұлы жолын жалғастыруды және осындай бай бағландарға, білімді ғалымдарға осы уақып мәселесінде өзінің жолын көрсетті. Сондықтан барлығымыз осы өткен ата-бабаларымыз, ұлы тұлғаларымыздың жолын ұстану арқылы біреуміз білімімізбен, біреуміз дүниемізбен қазақ халқының, елдің, жердің ары қарай дами беру үшін шамамыз келгенше уақып жасай беруімізді Аллах тағала нәсіп етсін. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.